Бұл егістік алқаптарында егін егу жұмыстары заманауи технологияларды қолдану арқылы жүргізіледі. Алдымен жер құнарлығы тексеріліп, сапасын жақсарту бойынша жұмыстар атқарылған. Содан кейін көктемгі егін егу жұмыстары жүргізіліпті. Бірнеше жылдан кейін елдегі шаруа қожалықтарының барлығы осылай жұмыс істей бастайды. Ауыл шаруашылығы министрлігі өткен жылы агросекторға өзгерістер енгізетін ауқымды жобаны қолға алған. Осының арқасында өнімділік көлемі артатын болады, дейді мамандар. Здесь мы закупили удобрения совместно, помогает и государство, бюджет, за счет бюджета. Значит, модернизировали технику. И вот, если вот сейчас видите, вот здесь мы примерно говорим, ну, не менее 30 центнеров здесь стоит. Вот если сравнить поля, у них, конечно, и предшественник разный, но в то же время вот здесь бесточное земледелие. Егіс үстінде ұшып жүрген шақсыз ұшақтарға агротехника университетінің мамандары әлі бой үйрете қоймаған. Робот егістік үстінде бір айналымда 8000 гектар жерде ақпарат жинай алады. Компьютер назарынан бірде-бір зиянкес арамшөптер тыс қалмайды. Ал өнімді түрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Тәжірибелік станция алқаптарға соя егіп жақсы өнім күтіп отыр. Бұл экономикалық тұрғыда тиімді, дейді Құмар Ақсақалов. Вообще, по большому счету, зерносмеси, скорее всего, у нас останутся. Клин пшеничный чуть-чуть мы опять подсократим, и, возможно, значит, вот, за счет сои. Ал алқаптарды аралағаннан кейін шаруа қожалық басшыларымен кеңес өтті. Күзгі жиын терім науқаны алдында көкейкесті мәселелер талқыланды. Ең басты мәселе төмен шығымдылық. Көп қожалықтар аз өнім алады. Агротехникалық университеттегі ғалымдар оның себебін анықтаған. Тұқымдардың сапасын төмендетіп алуы, сұрыптардың жүргізілуі мен тыңайтқыштардың пайдаланбаудың салдары, дейді бұл. У нас истощились почвы. Бізде жердің құнарлығы азайған. Ол әрине өнімнің сапасыздығына әкеліп соғады. Егістіктердің 95%-ында лейкол азоттаның аз екені анықталды. Айта кету керек, бұл нақты ақпарат. Бұл көрсеткіштерді әр гектардан жинадық. Алқаптардың 85%-ында фосфор жетіспейді. 50% егістікте азоттың құрамы мүлдем аз. Осындай көрсеткіштер болса, өнімде сапа қайдан болсын? Биыл көктемде аймақта солтүстік соясы бағдарламасы іске асырыла бастады. Осының арқасында соя алқаптарын 1,5 миллион гектарға ұлғайту көзделіп отыр. Агро 2050 серіктестігі сояны 3 жыл қатарынан егіп келеді екен. Өнімділігі өте жақсы, дейді. Это та культура, которая сегодня очень хорошо вписывается. Бұл өнімдер бүгінде біздің егістіктерімізге, шаруашылығымызға сай келетін өнімдер. Ол артық шығындарды қажет етпейді. Біздегі бар техника бұл өнімді егуге жарамды. Яғни егу оның күтіммен өнімді жинау жұмыстары. Бұл өнім құрғақшылыққа төзімді, оны оруда қиын емес. Құмар Ақсақалов кеңес барысында шаруа қожалық басшыларына бизнестің халық алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін тағы еске салды. Серіктестіктер жұмысшыларына барлық жағдай жасауы тиіс деп есептейді. Вы строите дом. Сіздер үй салып, 2 баласы бар жанұяны шақырасыздар. Оларды жұмысқа қабылдаңыздар. Ал біз сол кеткен шығынды сіздерге қайтарамыз. Үй үшін 7 миллион теңге қарастырылған. Қаражат аудан бюджетіне бөлінді. Елбасының тапсырмасына сәйкес биыл алғаш рет 3 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай. Аймақта күзгі егін ору науқаны басталды. Ал 10 күннің ішінде барлық шаруа қожалықтары қарқынды күшейтуі тиіс. Өйткені синоптиктердің мәліметінше қыркүйек айында ауа райы күрт суытып, жауын-шашынды болады деп күтілуде. Ал қыркүйектің соңында алғашқы қар түсуі мүмкін, дейді. Руслан Құсайынов, Камила Осипова, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.